Теміртау қаласының мәдениет сарайында республика күніне орай 55-16 әскери бөлімі салтанатты жиынды ұйымдастырды. Бұл күн ел тыныштығын қорғап, отанға адал қызмет етіп жүрген азаматтарымызға ерекше алғыс білдірудің мүмкіндігіне айналды. Құрметті отандастар, бүгінгі сіздерді республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке мемлекетіміздің тыныштығы мен бірлігін ұлықтайтын кәсіби мереке. Біз әскери қызметшілер отанымыздың, еліміздің тыныштығын сақтау қасиетті борыш деп санаймыз. Республика күніміздің көк байрағы желбірей берсін, республика күні құтты болсын. Іс-шара барысында қызметімен ерекшеленген отан қорғаушылар алғыс хаттармен, құрмет грамоталарымен және төсбелгілерімен марапатталды. Бүгін Теміртау қаласы мәдениет үйінде Қазақстан Республикасының 25 қазан республика күніне әскери бөлім атынан іс-шара және осы мәдениет үймен бірлесіп іс-шара өткізілейін деп жатыр. Бұл іс-шарада осы әскери бөлімнің өздерін жақсы көрсеткен әскери қызметшілер бүгін марапатталады. Бұл республика күні біздің тәуелсіздігіміздің айқын белгісі. Біз әскери қызметшілер осы республика күні және өзіміздің тәуелсіздігімізді ары қарай тәуелсіздігінің тұғырын биік ұстап, келешек ұрпаққа жеткізуіміз керек. Мерекелік кеш отансүйгіштік билермен және концерттік бағдарлама арқылы толықты. Іс-шара әскери қызметтің маңыздылығын және Қазақстан Республикасының тыныштығы мен тұрақтылығын күн сайын қорғайтын жандарға деген құрметін білдірді.